Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Әблязов Назарбаевтың қылмысын әлемге әшкерелеген, қазақ жерінен шыққан бірінші оппозиция. Одан бұрын Серік болсын Әбділдин, тағы басқа адамдар болды. Кәрішал Асан, со сияқты кісілер болды. Өкініштісі, ол адамдар өмірден озды. Және бұл адамдарды Назарбаевтың диктаторлық қанішерлік әулетіне қарсы екенін білген билік олардың үнін өшіруге ертеден қамданды. Сөйтіп, Назарбаев өзінің қанішерлік жүйесін 30 жыл бойы ұстап келді. Халықты улап, сендіріп, нандырып, мың сан сектамен үгіттеп, бүкіл методикасын, бүкіл тактикасын пайдаланып 30 жыл Қазақстан ұстап келді. Бұл жерде барлық идеологияның барлық түрін, бүкіл интеллигенциялар сатып алу, бүкіл ақын жазушылар сатып алу, бүкіл дін адамдарын сатып алу, дін тонына оранған барлық мұнафиқтерді сатып алу, бүкіл алаяқтарды, сектанттарды, сектаның көсемдерін сатып алу, бүкіл өнер жұлдыздарын сатып алу, бүкіл оппозиция болып, кәдімгідей ашық ой айтып бастағандарды бопсалап ең соңында өзінің басыбайлы үгітшілерін айналдырып алу. Сөйтіп 30 жыл бойы Назарбаев қазақ халқын осылай ұстап келді. Енді біреу айтады. Әблязовты сындайтындар айтады. Әблязов Қазақстанның бүкіл ақшасын алып кетті. Ендеше, Әблязов алып кеткен ақша көп пе? Назарбаев алып кеткен ақша көп пе? Бүкіл мұнай газдың бүкіл есебі кімде болды? Назарбаевта және Құлыбаевта болды. Ал Құлыбаев әлі күнге дейін сол Тоқаевтың ең сенімді серігі болып, Тоқаевпен бірге жүр. Қазақстанның бүкіл мұнай газ секторы Құлыбаевтың қолында. Қане, бүкіл темір жолдағы Назарбаевтың қызы, сол бүкіл темір жол билетінің сіздің Алматы мен Астанаға баратын билетіңіздің, Шымкент пен Алматыға келетін билетіңіздің, барлық билетіңіздің, бүкіл Қазақстанның жер-жерінен аттап басқан пойыз билетіңіздің 30% Назарбаевтың қызына түсіп отырған. 30%, тіпті 3-тен 1-ге жуық ақшасы түсіп отырған. 100 мың теңгеге билет алсаң, 33 мың теңгесі Назарбаевтың қызының кассасына түсіп отыр. 10 мың теңгеге билет алсаң, 3 мың теңгесі Назарбаевтың қызының кассасына түсіп отыр. Қане сөні Тоқаев соны халыққа қайтарды ма? Қайтарған жоқ. Қайтара да алмайды. Болат Назарбаевтың бүкіл бизнес тұр. Қорғастың кедені соныкі, бүкіл Алматының базары соныкі. Қайтарды ма? Қайтарылған жоқ. Храпунов алып кеткен ақшаны қайтарды ма? Қайтарылған жоқ. Ана облыс әкімдері қашып кеткен ұрылардың миллиардтарын қайтарды ма? Қайтарылған жоқ. Көз алдында сол Назарбаевтың дәуірінде Форбеске кірген бүкіл адамзаттық деңгейдегі, бүкіл жер әлемдік деңгейдегі ірі байлардың қатарына қосылған Дариғаны, Динараны, Құлыбайды сатып алдыны, солардың ақшасын қайтарды ма? Жоқ. Қайрат сатып алдыны формалды саттап қойды. Қай түрмеде екенін де көрсетпейді. Тікелей эфир жоқ. Қай түрмеде отырғанын құпия сақтайды. Ал шетелде қалай? Президенттерді соттайды Оңтүстік Корея. Кәдімгі өзіміздің қазақ сияқты жалпақ бет қысық көз Оңтүстік Корея. Сол президент, қаншама президентін соттады. Түрмесіне дейін тікелей эфир жүргізіп, ұлттық телеарнасы президентінің жағдайын көрсетіп отырады. Ал сол қалың ұрығарлардың біреуі кел алды ма? Байлар қашып кеткен әкел алды ма? Ұрылар қашып кеткен әкел алды ма? Тек Назарбаевтың әулетінің айналасындағылардың ұрлаған ақшасын алып кел алды ма? Осы Назарбаевтың режимі құлаған сәтте. Сонда қашып жоғалғандарды әкел алды ма? Бұрынғы Алматының әкімі Назарбаев өз қолынан тағайындаған өзінің күшігі. Анау Алматының әкімі болған анау жас жігіт кім еді? 500 теңгеге әбет ішем дейтін сұмырайдың аты кім еді? Нұр Отанды басқарған бұрынғы. Сол бәрі кетті. Қайсысын алып кел алды? Еш қайсысын. Ал нағыз қанішер, бүкіл ақшаны ұрлаған, бүкіл қазақты сорлы қылған Назарбаевтың өзін және айналасын Тоқаев тиісе алмай отыр. Неге? Өзі жемтіктес. Ал енді Әблязов. Көптеген мұна биліктің титушкалары жазады, бейне Қазақстанның бақытсыздығы Әблязовтың кесірінен дейді.
Әбілязовты жатып алып сыртынан жамандап жатады. Бір ғана нәрсені айтайық. Олар сондай әділетшіл болса, осы дәл қазір билік басында отырған ұры-қары қарақшылар туралы неге үндемейді? Айдалада қашып пысып жүрген, барар жер басар тауы қалмаған Әбілязовты неге сындайды? Қазақ халқын бақытсыз қылып, завод салғызбай, өндірісін өркендеткізбей, әділ сот жүйесін құрғызбай, нақақ соттап, бүкіл жүйені параға, анау туған бала туғаннан тартып өлген адамды жерлегенге дейін параға, ең соңғы параңды молдаға бересің. Сол бүкіл осы парақорлық жүйені орнатқан сол Әбілязов па, Назарбаев па? Сондықтан қазақ халқы көзді ашыңыздар. Бұл бір. Екінші айтайын дегенім. Мынау батысты мінсіз екен деп ойламаңыздар. Біз Франциядағы мына сұмырайдың нағыз алаяқ екендігін, орыстың ит екендігін баяғыдан айттық. Анау Украин соғысы басталғанда мына сұмырай қайта-қайта Украинға беріл, Путиннің талабына көн, Қырымды мойында, Луганскы, Донецкіні мойында деп бұл Зеленскийге айта бастады. Тіпті Зеленскийге бұның ақшалай және қару-жарақпен берген көмегі жоқтың қасында, ауыз көмек. Оның өзінде қайта-қайта соғыс тоқтады дейді. Сол кезде, осы соғыс бастала қалған сәтте, соғыс басталып бірнеше айдың өзінде біз мына Францияның бір жері қисық деп, мына Францияның президентінің бір жері қисық деген лекциямызды айтқан болатынбыз. Міне қисық екендігі шықты. 2. Үшіншісі, батыс мінсіз емес. Мен оны бұрыннан айтамын. Бірақ батысқа біз орыстың көзімен қарамау керекпіз. Біз тәуелсіз қазақтың көзімен қарау керекпіз. Құдай берген қазақтың басымен және Құдай берген жекеменшік көзбен. Басың жекеменшік болса, сол жекеменшік басыңмен ойлан. Орыстың басымен ойланба. Батыс мінсіз емес, бірақ біздің батыстан басқа таңдауымыз жоқ. Батыстан басқа таңдауымыз жоқ. Иә, қазір Американың өзі былығып жатыр. Бірақ өмір солай. Сен дүние жүзінде бір мінсіз мемлекеттік жүйені бізге әкеп көрсетші. Мінсіз мемлекеттік жүйені. Араб па? Арабын қазір міне Ши Цзиньпинмен құшақтасып отыр, Сауд Арабия. Анау қасиетті жерде, Меккеде Ши Цзиньпинді құшақтап отыр. Ши Цзиньпиннің бүкіл талабын орындайды. Бүкіл мемлекеттік проектін соған береді. Мұсылмандар барып тау ететін қасиетті жердің бүкіл құрылысын сол Қытайға салғыстады. Қытайларын түкіріп, сиіп, қорлап отырып, сол жерде құрылыс салады. Арабтар машалла деп қабылдап алады. Болды. Арабың сол ма? Дубайың сол ма? Бүкіл қашып пісіп барған қазақты ұйғырды ұстап қайтарып беретін. Катарың сол ма? Египетің сол ма? Анау 1000 жылдық Әл-Асқар университетінің ғұламалары Қытайда мұсылмандарды қынадай қырып жатқанда ләм-мим дей алған жоқ. Римнің папасына, Ватиканның попына жете алмай қалды. 17 жылы сол мұсылмандарды сындап лекция сөйледі. Римнің папасы еңіреп тұрып, Қытайға барып христиандарға тимеші, Ши Цзиньпин айналайын жарықтық деп еңіреп, анау христианның поптарын құтқаруға тырысты.